Үйге алқын-жұлқын жылынып кірген Бақыт: «Ей сен қатын, бәрін қойып, қайныңмен жүріп жүрсің бе?» деді де бала емізіп отырған Назымды бір тепті. Түрі адам шошитындай түтігіп, ашудан қалш-қалш етеді. Баласының есікті тарсылдатып кіргеннен ақ бір бәлені ойлап келгенін сезген Айбала кәрі сүйегін сүйрете ас үйге жүгірген. Келіні мен немересі шар ете қалды. Бұл да жетті. Қой деуге шамасы жоқ, келіннің үстіне жата кетті. Баласын жақсы біледі, ашуланды ма ештеңеге қарамайды. Қой деген сайын құтыра түседі. Ашқасқырдың көзіндей жанары қып-қызыл болып қанталап кеткен Бақытқа қатыныммен бірге анамды тепкілеп жатырмын деген ой келген жоқ. Шырқыраған сәби, не жазығым бар деген жар, құлдығың болайын ұрмашы деген ананы да тыңдаған жоқ. Өзінің әлі біткенше сабады. Қатыны мен анасын сабап жүріп, өзі де қосыла жылап жүріп, Назымның жеті атасын түгіндеп боқтап жүр. Екі күннің бірінде қатыны мен анасын бірге сабап шырқыратып жатса да, бұл үйде ешкім жоламайды. Өйткені арашаға түсеміз деп өздері бәлеге қалған. Бақыт басқа еркек адамды көрсе, одан бетер құтырынып, ақыр соңында арашашы көршіні қатынның ойнас етіп шығарады. Одан кейін анашасын шегіп, арақ араластырып ішкен соң, арашаға түскен еркектің мазасын алады. Сен менің қатыныммен ойнассың, мойында деп, және ол ешқашан ұмытпайды. Ішкен сайын Назымның ойнастарының бәрін түгендеп шығады. Соңғы жылдары көршілердің бәрі бұл үйдің есігін ашуды қойған. Жып-жинақы әп-әдемі үй көршілер үшін есігі жоқ үйге айналғалы қай заман. Екеуін әлі кеткенше сабады. Тәлтіректеп барып диванға сылқ етіп отырды да: «Ей қаншық, қашаннан бері менің ініммен жүретін болғансың?» деді, тістерін шықырлатып. Бай бір тепкенде қолынан ұшып кеткен баласын қайта көтеріп алып жұбатып жатқан Назым таң қалғандай Бақыттың бетіне аңтарыла қарады. Қолбырап кеткен шашын жинап, зәресі кеткен немересінің таңдайын көтеріп отырған Айбала: «Қуалқаш, тағы нене пықсытып келдің? Осы сен қызықпысың? Сен жаман ойлап қалмасын деп осы сорлы үйден шықпайды ғой, қайда қының?» Шешесінің сөзіне қаны қарайып, жұдырығымен диванның жақтауын ұрып жіберген Бақыт: «Менің қанша інім бар еді, берікті айтамын», деді де ыза болып аяғымен жерді бір тепті. Айбала таң қалғаннан ернін сылп еткізді. Назым қорыққаннан шегіншектеп столдың астына кіре берді. Баласының тағы бір арам ойы бар екенін түсінген Айбала бойын тіктеп: «Оны қайдан шығардың? Басқасын қойып, енді жалғыз бауырыңнан қызғанайын дедің бе? Жалба-жұлба шыққан қатыныңды?» деді. Сен де біледі екенсің ғой бұл қаншықтың ойнас жасап жүргенін», деді шешесінің сөзін өзіне түсіндіріп. «Бәсе, неге біздің үйге келе береді десем?» деп тәлтіректеп тұрды да Назымды тебемін деп аяғы шалынысып құламау үшін ас үстелден ұстап қалды. Шеккені мен ішкені басына ұрды ма, әлде осы да жетер деді ме, қайта диванға барып сылқ етіп отыра қалды. Ас бөлмеден шығып кетейін десе, Бақыттан қорқып, Назым үстелдің астынан шыға алмай отырса, баласының тепкісінен бүйірін жаза алмай келіннің қасында Айбала отыр. Көгала қойдай болып отырған екеуіне қарап: «Мен білемін, екеуінің ымжыңдарын бір. Сен осы қаншықты сүйек жаңғыртамыз деп алып берген. Жайдан жай 17 жастағы қыз байға тие ме? Енді міне, мені бүкіл елге қара бет қылып, әркіммен бір ойнас жасап жүр», деді де басын қабырғаға ұра бастады. Бәрін қойып, енді менің ініме шыққанын қарашы болсай қалдың», деді аңырап тұрып жылай бастап. Еркек адамның жылағаны қандай аянышты және қорқынышты. Назым жайлап үстелдің астынан шығып, орнынан тұра алмай отырған енесін тұрғызды. «Апа, есін жинап алмай тұрғанда шығып кетейік, тездетіңіз», деді, Бақытқа естіртпей. Бір қолына баласын көтеріп, бір қолымен енесін сүйрей далаға шықты. Екеуі сыртқа шығысымен өздері Бақыттан тығылған тауық қораға қарай қашты. Екеуі тауық қораға кіргесін ғана деп демдерін алып отыра кетті. Бір-біріне қарап үнсіз көздерінің жасын сүртті. «Берікті қайдан шығарды екен?» деді Назым енесіне қарап.
Құрысын айтпа, естіген елінен ұят қызым. Бұл ауру бір күні сені қызғаныштан өлтіріп қоймаса екен. Апа, көршілер полиция шақырған шығар. Шақырса екен, 2-3 күн есімізді жинап алатын, деп аузын жауып үлгергенше қақпадан бір топ полиция кіріп келді. Қорқамын, өзің шығыңызшы, деді Назым енесіне қарап. Келіннің полициядан емес, өзінің баласынан қорқып тұрғанын жақсы түсінген Айбала басын изеді де тауық қорадан шығып кете барды. Назым енесі шығысымен баласын құшақтап, даусын шығармай бар ашуын көз жасына алды. Қораның тесіктерінен аула жақты жақсы көретін. Сендер де жігітсіңдер ғой, өздерің де не істер едіңдер? Қатыныңды туған бауырыңмен ұстап алсаңдар, деп Бақыт полиция қызметкерлеріне айқайлап, өзінің жазықсыз екенін дәлелдеп жатыр. Назым не істей алады? Қолынан келетіні көз жасын көлету. Бетің күйсін, сондай сөзді қалай айтып тұрсың? Құдайдан да, адамнан да ұялмайсың ба? Ұялмайтын болдың ғой сен, деп енесі баласын қарғап сілеп жүр. Учаскелік полиция қызметкері Бақытты жақсы таниды. Бақыт, енді келінді туған ініңнен қызғанайын дедің бе? Саған дауа жоқ екен. Ең болмаса анаңды аямайсың ба? Кеттік жігіттер, деді де алқынып жылқынып тұрған Бақытты машинаға салып алып кетті. Назым қорадан шықты. Бұлардың үйінде не болып атқанын көршілер де білетін еді. Берікке хабарласайын, кеште болып қалыпты ғой, баласы бақшадан келетін шығар. Көзім көгеріп қалай барамын, жарығым-ау, әйтеуір бақшада болып әкесінің таяғын жеген жоқ, деп сөйлей жүріп Айбала кіші баласына хабарласты. Берік, сен бала бақшадан Абылайды алып келші. Ағаң тағы да көзімізді көгертіп үйден шыға алмай қалдық. Мама, не болды? Түсте біздің үй жақта жүреді ғой, сапсау болатын. Балам, келгесін айтамын, деді де телефонды өшіре салды. Назым, мен тамақ істей берейін, сен ас үйді жинастырып шық, деді Айбала келіннің бетіне қарай алмай. Назым жазықсыз таяқ жегеніне қарадай күйіп, апа, қашанда осыған шыдаймын, болды, тойдым, деді. Баласын құшақтап ас үйге емес өз бөлмесіне кетті. Айбала не десін ішінен, сенікі дұрыс, деді де ас үйге бұрылды. Бөлмені жинастыра жүріп, осы титтей қыздың құнына қалармын, енді күтетін ештеңе жоқ, деді күбірлеп. Әже, мама, Абылай айқайлай үйге кірді. Құлыным менің, деді әжесі алдынан жүгіре шығып. Жасы 5-ке енді толса да, бәрін үлкен адамдай түсінетін Абылай әкесінің тағы да әжесі мен анасын ұрғанын түсінді. Әже, әкемді полиция тағалып кетті ме? Шырағым менің, иә, әкең кішкене есін жиғанша бөлімшеде болсын, деді. Әжесімен ас үйге кірген Абылай, мамам кетіп қалған жоқ па? Жоқ құлыным. Мама, амансыз ба? Деді Берік Абылайдың артынан кіріп. Кіші баласын көріп айбөпе жылап жіберді. Мама, тағы да не болды? Құрысын, аузын бармайды айтуға. Сенің ағаңды емдету керек. Назым қайнысының келгенін естіп, бөлмесінен шығып ас үйге келді де. Сәлем Берік, ана ағаңды бүгін көрдің бе сен? Иә, түскізілсе далаға шыққанмын. Сол кезде Бақытпен кездесіп қалдым. Не болды? Не әңгіме айттыңдар? Әңгіме айтатын менде уақыт бар ма? Жай қал жағдайын сұрадым да, болды. Мен туралы сұрадың ба? Білмеймін, мамам жеңгем қалай деп сұраған шығармын. Түсінікті. Не болды айтсаңдаршы, деп шешесі мен жеңгесіне кезек-кезек қарады. Не болушы еді? Басында келгенде қайныңмен жүреді екенсің деп бастаған, ал полиция алып кетіп бара жатқанда бізді төсекте жатқан жерімізден ұстап алғанын айтты, деді ызадан жарылуға шақтырған Назым. Кіммен? Деп түсінбей қалған Берік. Екеуінің сөзіне енді анасы араласты. Бақыт келе сала әй-шәй жоқ, жеңгеңді тепкілей бастады. Сөзінен түсінгеніміз сенен қызғанған сияқты, деді. Назым шыдай алмай, апа, қайдағы жаңа полицейлерге айтты ғой, туған інім мен қатынымды ұстап алдым деп. Не? Деп өз құлағына өз сенбеген Берік. Анасы баласының бетіне қарай алмай теріс айналды. Назым көтеріп тұрған кішкентайына қалқалақтап жылап жіберді. Құдай-ау, не болып кетті? Ағамның басы істемей қалған ба? Сонда енді қал жағдай сұрауға да болмайды ма? Бірдеңе істеу керек, болмайды, деді Берік ыза болып. Сені шақырттым, сол шырағым. Айбала нақты бір шешімге келген сыңаймен баласына қарап, 1-2 күнде анау келеді. Күннен күнге үдетпесе
қоятын түрі жоқ. Бір күні мына титтей келінді ұрып өлтіреді. Енді сенен қызғана бастады. Сондықтан менің ойымша Назымды төркініне бір жолата апарып тастау керек. Басқа жол жоқ, деді келінге бір, ұлға бір қарап. Бақыттың таяғына шыдай алмай, Назым қанша рет кетті төркініне. Артынан енесі жылап келгесін, әкесі бөле әпкесінің көңіліне қарап, қызын